Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен кофенің адам денсаулығына пайдасы мен зиянды жақтарын айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркелмесеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кофенің пайдасы жағын айтатын болсақ, қатерлі ісік қаупін төмендетеді. Американдық ұлттық онкологиялық зерттеулер институтының ғалымдары күніне 4 немесе одан көп кесе кофе тері қатерлі ісігінің бір түрлі меланома қаупін 20% төмендететінін анықтады. Кофе бұл арықтауға да көмектеседі. Кофе жанкүйерлері метаболизмі осы сусыннан бас тартқандарға немесе кофеинсіз сусындарды ұнататындарға қарағанда 16% жылдамырақ болатыны дәлелдеді. Бұл жағдайда салмақ жоғалту процесі әлдеқайда жылдам болады. Антиоксиданттар. Кофеде антиоксиданттар саны бойынша көшбасшы мүкжидек пен алмадан да көп. Бүгінгі күні антиоксиданттар созылмалы аурулардың даму қаупін төмендететіні белгілі. Сондай-ақ кофе паркинсонс ауруы және екінші типтегі қант диабеті сияқты ауруларды пайда болу мүмкіндігін азайтады. Депрессияны емдейді. Күн сайын 2-3 кесе кофе ішетін әйелдер депрессияның дамуына бейім емес. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Зерттеулердің нәтижесінде сонымен қатар 2 кесе кофе қысқа және ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын және реакция жылдамдығын арттыратынын көрсетті. Кофе Альцгеймер ауруының дамуын қаупін азайту үшін де танымал. Кофенің зиянды жақтарын айтатын болсақ, жүйке жүйесіне де зиянын тигізеді. Кофенің зиянды жақтарын айтатын болсақ, кофе жүйке жүйесіне де зиянын тигізеді. Алдымен сіз қатты сергектік сезімін сезінесіз. Содан кейін ашуланшақтық пен мазасыздықтың пайда болады. Сондай-ақ шараны білмейтін осы күшті сусындардың жанкүйерлері жүйке жасушаларының сарқылуы және бүйрек үсті безінің жұмысы сияқты мәселелермен кездеседі. Ағзаңызды сусыздандырасыз. Кофе шөлдеу сезімін басады және диуретикалық әсерге ие. Сондықтан сіз бір кесе кофеден кейін сіз ұзақ уақыт ішкіңіз келмеуі мүмкін. Бірақ сіздің денеңізге ылғал қажет болуы мүмкін. Әр шынаяқ кофеден кейін 1-2 кесе су ішу ұсынылады. Сонымен қатар, кофені үнемі тұтыну организмнен кальций, магний, калий және басқа да маңызды микроэлементтердің шайылуына ықпал етеді. Ас қорыту қиындығына да тап боласыз. Сүт қосылған кофе тек калориялы ғана емес, сонымен қатар ас қорытуға қиын сусын болып табылады. Ерте қартаясыз. Көптеген косметологтар кофені тұтынуға қарсы, өйткені кофеин теріні ерте қартаюына келеді және бет терісін күңгіртеді. Жүрек ауруына тап боласыз. Көптеген зерттеулерге сәйкес кофені теріс пайдалану жүрек ауруының қаупін арттырады. Күніне 6 кеседен астам кофе ішу жүрек қан тамырларының ауруларының қаупін 71% арттырады. Достар, біздің каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.